Алла жолында еңбек қылғандарға, Алла жолында жігерін салып еңбек қылғандарға жәннаттың өзінде 100 дәреже бар дейді. Қараңыз. Міне, сонда айтады: "Ма байнахума, ма байна хатайни даражатайни кама байна самаи вал ард." 100 дәрежені қараңыз, мынау бірінші дәреже, мынау екінші дәреже. Бірінші дәреже мен екінші дәреженің арасы қанша? Мысалы, мынау сатына қараңыз. Мысалы, бірінші саты мен екінші арасы бір 20 сантиметр. Пайғамбарымыз айтып жатыр, бірінші дәреже мен екінші дәреженің арасы көк пен жердің арасындай дейді. Бағана айтып жатырмық қой, біз биіктік деген нәрселер өте биік. Көрдіңіз ғой? Өте биік. Бір адамның жаңағы бір оңшылдың өзінің бір жердегі төсегі айдың үстінде тұруы мүмкін, біреу шолпанның үстінде тұруы мүмкін. Ол проблема емес, ол осындай кеңістік үлкен. Ол шексіз нәрсе де, сыйланатын нәрсе. Ең төменгі адамның өзіне дүниенің ондай сыйлайды дейді. Барып саласы. Сонда бұл нәрселер, құрметті жамағат, егер амал жасаймыз дейтін болсақ, онда Алла Тағала бізден еш нәрсені аяп тұрған жоқ. Тек күллі нәрсе өзімізге байланысты екен. Міне, оңшылдарға берілетін сыйлықтардың бірі жаңағы ағыл тегіл жемістер. Ана жемістің бір түрі, мысалы, бір алманың жаңағы румман, Рахман сүресінде айтқандай, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, жаңағы о жақта неше түрлі жемістер, нахлу ва румман, анар деген. Мысалы, бір анар ағашының өзіне қарасаң, бір анарды үзіп алып жесе, дәмі. Сол ағаштың екінші анарын үзіп алып жесе, мүлде басқа дәм. Бір ағашта қанша жеміс бар, сонша дәм бар. Ойлаңыз. Оны солай Алла Тағала байлығын көрсету үшін әзірлеген. Өзіне иман келтірген мүминдерге. Сол жемістерге қарай ұмтылған кезде ла мақтуғатин дейді. Бұл жемістер таусылмайды. Неге таусылмайды деген сөзді қосады Алла Тағала? Өйткені бұл дүниедегі жемістер қыс келген күні не болады бізде? Біраз жемістер таусылады. Көкөністер таусылады, мысалы. Яғни жемістердің таусылатын кездері болады. Жәннаттағы жемістер таусылмайды дейді. Таусылып қалу деген қауіп жоқ. Бір жемісін үзіп аласың, орнынан екеуі өседі. Ол осылай жасалған. Сосын бұл жердің бетіндегі жеміс ағаштарына суармай, қарамай қойсаңыз, ол бітеді, үзіледі, болды. О жақта жеміс ағашына қарамайды ешкім. Ол жерде жеміс ағашын тек қызықтап жеу үшін ғана барады адам. Оны адам күтпейді. Ол Алла Тағаланың рахыммен өсіп жатқан нәрсе, сыйлығымен, сондай кереметтілігімен. Уәлә мамнуға, сондай-ақ ол жемістер жаңағы қол жетімді дейді. Мысалы, бұл дүниеде бір жеміске тікенек кедергі жасауы мүмкін, жаңағындай. Немесе анау ағаштың басында тұруы мүмкін, бірдеңкемен алу керек, немесе біреу шақыру керек деген нәрселер болады да. Ол жерде ондай жоқ, қол жетімді. Қаншалықты қол жетімді дегенде қаладың еңкейеді. Ол сондай бір керемет нәрсе. Инна фил жәннәти тойрон. Мысалы, иза иштахар раджулу мин ахлил жәннәти тойрон мин туюрил жәнна. Жәннаттық бір адам егер ұшып баратқан бір құсты қаласа болғаны дейді жәннаттық. Қараңыздар. Фахарра илейхи машуиян. Сол алдына қуырылған бетте түсе қалады дейді. О жақта кедергі жоқ. Адамның қалауы мен қол жеткізудің арасында проблема жоқ мүлде. Соны айтып отырады. Кедергі деген нәрсе жоқ. Иза иштахар раджулу мин ахлил жәннати яшраба шарабан мин шарабил жәннати. Қараңыздар. Жааху либриқу дейді. Жәннаттағы адам егер де бір сусын ішкісі келсе дейді, жәннаттан ішкісі келген бетте қасына құмыра келеді дейді өзі. Пайғамбарымыз сосын айтып отыр. Жааху либриқу фавақаға биядихи, тура қолына қарай қойыла қалады дейді. Фаяшрабу фаясхабу дейді. Шет құмыра кетіп қалады орнына. Бір нәрсені орнына апару, анжан барып алып келу деген нәрселер. Бұның барлығын аталық осы дүниеде сен жігеріңді толық салшы. Мен сені о жақта жігер жұмсамайтын бір жерге алып барам деп отыр ғой ертең. Көрдің? Тек қана адамның күллі о жақта жұмыс істейтін нәрсесі қалау екен ғой, қалау. Ойлаңыз. Қалайсың болады. Қалайсың жаңа жеміс
еңкейеді кәдімгідей. Осындай дәрежеде болып жатыр.